Бізде мама кетті, и артынша біз үй алдық ше. Андай бір қиыншылықтан өттік та, артынан бізде андай не подарка болды ғой, Құдайдан келген сый деп білеміз. Сіздерге жолыққанымыз бәрі. Менің ең қуанышты жаңалығым осы баспаналы болғаннан кейін, бірінен кейін бір қуаныш жаңалық болып кетті. Мен қазіргі таңда өз 6 бауырымды опекунство алдым өз қарамағыма. Қазіргі таңда мен 6 бауырым официально солардың қараушы ретінде, оларды менен ешкім ажырата алмайды, ешкім алып кете алмайды. Мен өзім осы қазіргі таңда осы оқиғадан кейін әлеуметтік психолог мамандығына жағыма қатты қызығып жүрмін. Алла қаласа сол мамандыққа биыл түсіп, болашақта осындай өзіміз секілді отбасыларға көмектескім келеді. Сіздерге Харекет қорына және Калифорния ағаға мен көп рахмет алғысымды білдіремін.